адамды жалбарынып сұрайды ғой. Бір мықты өмір сұрайды Алла тағаладан, мықты жағдайды сұрайды, денсаулық сұрайды біреулер мықты мүмкіндікті берші деп сұрайды, байлықты сұрайды, берекені сұрайды, қарым қатынасты сұрайды. Алла тағала кез келген адамға сол мүмкіндікті тікелей бермейді, оны адамдар арқылы береді. Көп адамдардың шатасатыны: мен бай болғым келеді, мен жетістікке жеткім келеді, мен үлкен мақсаттарды орындағым келеді, бәрін қиялдап мақсаттарын жазып тастайды, бірақ сол мақсатқа жетудегі ставканы өзіне қоймайды. Көп адамдар өзіне қоймайды, өзгеге қойып тастайды. Түсіндіңіз? Адамдарға польза дейді ғой, пайдаң тию керек қой сенің. Өзің емес, өзгенің жетістігіне себепші бола білу, өзгенің денсаулыққа кенелуіне себепші бола білу, өзгенің жан саулығы, әлеуметтік саулығына, өзгенің бақытына, байлығына себепші бола білсең, нағыз бақыт, нағыз байлық сол екен. Тепсе де кетпес бақ деген сол екен, қазақта сөз бар. Тепсе де кетпес. Ондай энергияға, ондай баққа, ондай жоғарғы вибрацияға шыққан адам кез келген саланы ұстаса да алтынға айналып кетеді. Керемет.